Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақнұр. Бүгін сіздермен молочная девочканың оңай рецептін бөлісетін боламын. Ол үшін біздерге жұмыртқа әдеттегідей сары май, ұн, разрыхитель және сгущенка керек болады. Ең әуелі біздер жұмыртқамызбен сары майымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Менде мына жерде сары май 82%. Осы екі массаны жақсылап біріктіріп миксерлеп аламыз. Міне қыздар, миксерлеп алдық. Оның үстіне сгущенкамызды салып, осылай жақсылап тағы да миксерлеп аламыз. Үш массамызды біріктіріп алдық. Негізінде сары майымыз бөлме температурасында болған жақсы. Енді оның үстіне ұнымызды салып, тағы да миксерлеп аламыз. Осылай қоймалы жаң әп-әдемі масса шығу керек біздерде. Енді осы дайын болған массамызды арнайы пергаментті бумагеге 3 қасықтан салып пісіріп ала бердік. Мен осылай етіп істеп алам, бүкіл пергаментіне қағаздарымды алдын ала. Енді осы қағаздарымызға 3 қасықтан салып, жақсылап тегістеп жайып шығамыз. Бүкіл жеріне тегіс етіп жайып шығамыз. Енді осыны біздер пісіріп аламыз 170 градуста 15 минуттен. Міне қыздар, біздердің корждарымыз дайын болды. Мен бүкілін осылай пісіріп аламын. Қағазымызға ешқандай жабыспайды астына. Енді осылардың кремін дайындаймыз толық суығаннан кейін. Ендігі біздерге керекті сливки. Менде мына жерде 33%-ық Мила фирмасын қолданамын. Российский производство және сгущенка молоко және қаймақ керек болады. Сосын сахарный пудра. Ең әуелі біздер сливкиімізді және сгущенкамызды, сахарный пудрамызды жақсылап миксерлеп қою масса болғанша араластырып аламыз. Сливкиіміз дайын болған кезде үстіне қаймағымызды салып, тағы да миксерлеп аламыз. Миксерлеп болды қыздар, осындай масса болу керек біздерде. Әп-әдемі қою. Енді корждарымызға осы кремдерімізді жағып шығамыз. Мен осындай арнайы кальцияда жинаймын, чтобы түп-түзу әдемі барлығы бірдей болу үшін. Бүкіл жеріне осылай кремдерді тегізіп жағып шығамыз. Енді қыздар, мен холодильникке жанынан 4 сағатқа қойып қойдым крем сіңу үшін. Енді бүкіл жеріне қалған кремімізді жағып шығамыз. Қыздар, мен бүкіл жеріне жағып шықтым, кремдерін тегістеп. Енді осының сыртына обтяжкасына, яғни үйдегі кокосовый стружканы қолданамын. Әдемі көріну үшін. Сегізінші марттарыңыз құтты болсын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.